أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Иншалла, Аллахың қалауымен бүгін имам Науауидің 4-ші хадисін, яғни адамның жаратылу кезеңдері жайында біз хадисті аламыз, Құдай қаласа. Бірінші хадистің мәтіні оқылады, хадистің өзі. Содан кейін әр хадистегі сөздерге сіздерге иншалла талқылаймыз. Ең бірінші, енді бұл хадис жайында айтатын болсақ, «Хада хадисун муттафақун аля сиххатихи» дейді. Яғни бұл хадистің сихха деген нәрсе жоғары деңгейдегі, яғни қабыл болынатын жайында, сахих хадис екені жайында муттафақ дейді. Муттафақ дегеніміз өзара келісілген. Және сонымен қатар «Уатталақатху әл-умма біл-қубул» дейді. Яғни үммет ғалымдарының арасында бұл хадистің жоғары деңгейін, яғни сахихтығы жайында ешқандай бір не жоқ дейді, күмән жоқ дейді. Енді бұл хадистің қандай жолмен келгені жайында. Рауаху әл-Амаш ан Зайд ибн Уахбин ан ибн Масуд. Ибн Масудтан келген хадис. Ибн Масудтан келген хадис. Ең бірінші Ибн Масуд жайында сіздерге иншалла кішігірім айтып өтейік, Құдай қаласа. Ибн Масудтың аты Абдулла. Абдулла ибн Масуд ибн Ғафил ибн Хабиб әл-Хазали. Яғни бұл сахабаның толық аты жөні осылай. Бұл сахаба Ибн Масуд атақты сахабалардың бірі. Сол кезде ислам қабылдаған жас сахаба болса да, бұл алғашқы ислам қабылдаған сахабалардың бірі. Көптеген риуаят бойынша ислам қабылдаған адамдардың ішінде 6-шы адам болған. Ислам қабылдаған алғашқы мұсылмандардың 6-шы болған дейді. Көп риуаят бойынша. Ол 2 рет хиджра жасаған дейді. 2 рет жер аударған. Бірінші Эфиопияға, оны Хабашстан дейді, яғни Эфиопияға жер аударылған, екінші рет Мәдинаға қоныс аударады. Пайғамбарымыз ол туралы былай деген. Ибн Масуд жайында былай деп айтқан. Қысқаша ғана, кімде-кім Құранды Алладан қалай түскен болса, дәл солай оқығанды қаласа дейді, Ибн Масуд секілді оқысын дейді. Яғни Ибн Масуд Құранды өте зерек, Құранды өте білгір сахабалардың бірі болған. Абдулла пайғамбарымызға қызмет етіп жүрген. Ол Аллах елшісінің тіс тазалағышын, яғни сиуакпен және аяқ киіміне жауапты сахаба болған. Қараңыздар. Бұның өзін қарап отырсаңыздар, сахабалардың пайғамбарымызға деген махаббатын көрсетіп тұрды. Пайғамбарымыздың сол әрбір киім-кешегіне, әрбір затына ұқыпты, яғни бір жауапты сахабал болған. Сол бұл Ибн Масуд, жас сахабалардан болған. Пайғамбарымыздың мисуак деген білесіздер, тіс тазалағыш. Сонымен пайғамбарымыздың аяқ киімін әрдайым қарап жүреді екен. Яғни мисуағы жоғалып қалмасын, аяқ киімі әрдайым қасында болсын деп. Яғни пайғамбарымыз тұрмақшы болған кезде әрдайым аяқ киімін әкеп беріп, сондай сахаба, сондай пайғамбарымызды соларсың құрметтеген. Яғни құрметтің сондай жоғары деңгейі, бұл махаббаттан туындаған нәрсе. Енді қараңыздар. Пайғамбарымыз бұл Ибн Масуд жаңа айтқандай көптеген пайғамбарымызбен бірге жорықтарда бірге болады, Бәдір соғысында бірге болады. Абу Джахил білесіздер, Абу Джахил деген мүшрикті өлтірген осы кім? Ибн Масуд. Ибн Масуд, яғни бірде бір ондай жағдай болған Ибн Масудтың кезінде, пайғамбарымыз кезінде. Бірде Ибн Масуд жаңа неге құрма ағашына мініп бара жатқан кезде Ибн Масудтың жаңа жел сәл көтеріліп, аяғының балтырлары көрініп қалған екен да. Балтыр дейді ғой аяғы. Сол кезде бәрі күліпті Ибн Масудта. Өте сондай аяқты, өте жіңішке, арық сахаба болған ғой. Аяғын көріп сахабалар әзілдеп күлген ғой. Сол кезде пайғамбарымыз тұрып айтыпты, неге күлесіңдер? Яғни Аллахпен ант етейін дейді. Аллахпен ант етейін. Мынау Ибн Масудтың осы аяқтары дейді, Ухуд тауында, яғни сауап былай жатқан кезде оның мизан тарасында, оның ауыртпалығы, оның жаңадай деңгейі Ухуд тауындай болады деген екен де. Яғни Ибн Масудтың Алла алдында пайғамбарымыз сахабалардың арасында ең бір сондай ұлық сахабалардың бірі болған. Ибн Масуд Омардың кезінде Куфа қаласында сот үкімінде, яғни Бәйтул Мал деген мұсылмандардың бүкіл мұсылмандардың дүниесіне жауапты адамдардың бірі болған.
және үкім шығарушы адамдардың бірі болған. Біздің мынау Абу Ханифа мазхабында жалпы көп мәселелер осы Ибн Масғуд арқылы келеді. Біздің мысалы намаз оқудағы нелеріміз, намаз оқу барысы, Ханафи мазхабының көп мәселелері осы Ибн Масғудтың үкімдерінен, Ибн Масғудтың хадистерінен алынады, көп мәселелер. Енді Ибн Масғуд Османның кезінде, Осман дегеніміз пайғамбарымыз сахабасы Османның кезінде қайтыс болады, 32-ші жылы қайтыс болады. Яғни хижра бойынша 32-ші жылы. Енді хадиске көшейік иншалла. Хадис қалай басталады? Ан Абдулла ибн Масғуд. Абдулла ибн Масғудтан келген хадис дейді. Абдулла ибн Масғудтан келген хадис. Радиаллаху анху. Аллах одан разы болсын дейді. Радиаллаху анху деген Аллах одан разы болсын. Әйел адамға радиаллаху анха дейді. Бұл жерде анху деген ер адамға айтылады, анха деп әйел адамға айтылады. Қала дейді. Қала деген айтты дейді. Айтты. Хаддасана деген нәрсе бізге пайғамбарымыз жеткізді, бізге пайғамбарымыз айтты деген сөз. Бұл жерде хаддасана деп бізге деген сөз. Яғни бізге деген сөздің мағынасы бұл жерде тек қана Ибн Масғуд қана емес, басқа да сахабалар болды деген сөз. Егер Ибн Масғуд басқа сахабалардың кім екен болғанына күмән келтірген болса, немесе нақты білмесе, хаддасана деп айтпас еді, хаддасани деп айтар еді, маған айтты деп айтар еді. Бұл жерде бізге айтты деп хадисте келген. Хаддасана Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам, Аллахтың елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын айтты дейді. Ва хуа ас-садиқ ал-мастуқ дейді. Яғни бұл жерде пайғамбарымызды сипаттап жатыр. Ас-садиқ деген нәрсе шыншыл деген сөз. Бұл пайғамбарымызға қатысты нәрсе. Әл-мастуқ деген нәрсе пайғамбарымыздың әкелген нәрсесі, айтқан нәрсесі шынайы деген сөз. Енді мынау өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз Алла Тағаланың уахи арқылы келген Құран болсын, пайғамбарымыз айтқан хадистері, пайғамбарымыздың сүннеті барлығы ол былайша айтқан кезде шынайы болған нәрсе, яғни шынайы Аллах тарапынан болған нәрсе. Мұндай Құран кәрімде мұндай аят бар. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى деген аят бар. Ол өз ойынан сөйлемейді дейді. Пайғамбарымыз өз ойынан сөйлемейді дейді. Сөйлегенде көкейінде салынған уахи ғана дейді. Яғни ол Аллах тарапынан түсірілген жаңағыдай, мысалы Құран аяты болуы мүмкін, және пайғамбарымыздың хадистері болуы мүмкін. Енді тіпті мынау кімнің өзі, Абу Бәкірдің өзі Сыддық деп сипатталған. Сахабалардың ішіндегі Абу Бәкірдің өзі Сыддық деп сипатталған. Шыншыл деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кез келген айтқан нәрсесіне Абу Бәкір ешқандай күмәнсіз сеніп отырған. Ешқандай күмән келтірмеген. Кей кезде кейбір мәселелерде бір күмән келтірген сахабалар болған, кейбір мәселе. Күмән келтірген деген сенбеген деген сөз сәл қобалжып қалған, сәл кідіріп қалған кездері болған. Бірақ Абу Бәкір еш уақытта кідірмеген. Әрдайым пайғамбарымыздың әрбір сөзіне сеніп отырған. Әрбір сөзін пайғамбарымыздың ешқандай бір күмәнсіз қабылдаған. Енді айтады: «Инна ахадакум», шын мәнінде сендердің біреулерің дейді. Кез келген адамдар, бұл жерде кәпір болуы мүмкін, әйел болуы мүмкін, ер адам болуы мүмкін. Юджмау халқаху фи батни уммихи 40 яуман нутфатан дейді. Адам, сендердің жаратылыстарың дейді, анасының ішінде дейді, ананың жатырының ішінде дейді, 40 күн бойы, 40 күн ішінде не болады дейді? Нутфа деген нәрсе тамшы болады дейді. Тамшы. Ең алғаш, қараңыздар, бұның өзі қарап отырсаңыздар, Алланың хадистің бір мұғжизасы, хадистің бір кереметтігі. Қарап отырсаңыздар, мынау кезінде мүлдем не болмаған кезде, техника ғылым дамымаған кездің өзінде, адам баласының қалай дамитыны, қалай жаратылатыны, қалай өмірге келетіні жайында осы хадисте айтылған. Қараңыздар. Бірінші не болады дейді? Тамшы болады дейді. Тамшы дегеніміз ол не? Ұрық. Тамшы болады дейді. Одан кейін нәрсе сумма якуну алақатан мисля залик. Алақа деген нәрсе бір ұйыған қанды айтады. Ұйыған қан дегеніміз ұрықтың уже екінші циклы, ол ғылыми түрде де солай, Құранда да солай келген. Екінші кезеңі ұрықтың ол ұйыған қан болады дейді. Ұйыған қан болу деген нәрсе ол бір арнайы бір немес, ұйыған қан, яғни ол бір жатырға барып бекитін кезеңі. Ұрықтың жатырдың ішінде алғашында жүреді, содан кейін барып ұрыққа барып неге барып жатырдың қабырғасына барып бекиді.
ұйыған қан болады дейді. Сумма якуну мудуатан. Мудуатан деген нәрсе мадаа деген сөз, шайналу деген сөз. Мудуатан деген нәрсе шайналған ет секілді болады дейді. Яғни шайналған ет секілді дегеніміз тістелген ет, шайналған ет бір ет секілді күйде болады дейді. Енді одан кейін қазір енді қарасаңыздар шынымен мынау басқа да нелерде Құран аяттарында да келеді негізінде. Мынау ненің жатырдың ішіндегі нәрестенің қалай дамитын жайында. Бұл Мүъмин сүресінің 12-14 аятында мындай аяттар бар. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ дейді. Содан кейін оны жатырда тұратын тамшы қылдық дейді. Жаңа Құран аят неде хадисте келген секілді. Сосын тамшыны ұйыған қан еттік дейді. Ұйыған қаннан тістен ет жасап, тістен еттен сүйек қылдық дейді. Қараңыздар, циклдар кетіп жатыр. Содан кейін оны басқа жаратылыс етіп жан салдық дейді. Қараңыздар. Бұның өзін қарасаңыздар, Құран кәрімнің Алланың кітап екенінің бір дәлелінің бір несі. Ол кезде ешқандай бір аппарат болған жоқ, бірақ қазіргі ғылымның қазіргі жеткен жетістігін қазір міне осы Құран аяттары айтып жатыр. Одан кейінгі нәрсе мынау мәселе, бұл жерде бір мәселе болып тұр. Одан кейін пеште жіберіледі дейді. Пеште жіберіледі де оған жан беріледі дейді. Міне осы уақыттан кейін. Бұл жердегі мәселе кейбір ғалымдардың айтуы бойынша бұл 40 күнді бөліп 120 күн деп кейбір айтады. Мысалы, тамшы 40 күн, ұйыған қан 40 күн және шайналған ет күйінде 40 күн дейді. Сонда неше күн болады? 120 күн болады. 120 дегеніміз қанша ай? 4 ай. Бірақ негізінде қарап отырсаңыздар, мынау жанның берілуі, адамның жүрек соғысының өзін қарап отырсаңыздар, 40 күнгі толған кезде жүрек соғысы басталады екен. Адамның жүрек соғысы. Мынау сіздерге қазір бір сурет көрсетейін. Мынау суреттегі сізге көрінсе, мынау суреттегі баланың жатырдың ішіндегі баланың суреті. Бұл қанша апта білесіздер ме? Бұның 6 апталық сәби. 6 апта дегеніміз 42 күндік сәби. Яғни 42 күнде сәби нәресте былайша айтқан кезде осы 3 циклдан өтіп қояды екен. Кейбір нелерде түсіндіреді, кейбір кітаптарда түсіндіреді, бұны 40 күн, яғни тамшы болады, 40 күннен кейін ұйыған қан болады, одан 40 күннен кейін шайналған ет болады. Бірақ ғылыми немен қарайтын болсақ, жалпы басқа да хадистерде келеді, 40 күннен кейін жан береді деген тағы да хадис бар негізінде. Соған сүйене отырып, негізінде жанның берілуі 40 күннен кейін деген дерек, ол шынайы дерекке көбірек жақын. Енді одан кейінгі мәселе мынау баланың дамуы, яғни баланың дамуы бұл жерде кейбір осыған байланысты бір мәселелер туындайды. Жалпы мына қазіргі кезде, соңғы кезде көтеріліп жүрген бір мәселелердің бірі мынау суррогатты ана жайында. Суррогатты ана деген білесіздер, қалай екен? Мынау ана мен еркек пен әйелдің клеткаларының алып, өзі бөлек бір неде түтікте, бөлек арнайы бір неде аппаратта оны ұрықтандырады да, ол басқа әйелдің жатырына салады. Кей кезде кейбір әйелдер бала көтере алмайтын әйелдер болады. Бала көтере алмайды. Сол кезде не істейді? Қазіргі кейбір неде ғылыми неде екі әйелдің несін алады да, екі әйел мен күйеумен несін алады да, басқа ұрыққа салады. Шариғат бойынша бұл қандай айтатын болсақ, шариғат бойынша бұл негізінде құпталмайды. Неге құпталмайды? Біріншіден, ол жатыр деген жатыр, ол бір сатылатын зат емес. Ол бір саудаға салынатын зат емес. Және сонымен қатар басқа бір әйелдің жатырына басқа бөтен еркектің ұрығын салу, ол зинамен бірдей әрекет. Зинамен бірдей әрекет. Және сонымен қатар ол жатырдың еркек пен әйелдің арасында ешқандай бір некенің болмағандығынан бұл некесіз туылған бала болып саналады. Жаңағыдай, егер суррогатты адам туылса. Сонымен қатар мындай нәрсе бар. Қазіргі кезде ол баланы алып, ақшасын беріп, кей кезде сондай әрекет жасайтындар бар. Ақшасын береді де, басқа адамды ана деп жүреді. Бірақ ол негізінде шариғат бойынша
сендердің аналарың сендерді туған әйелдер деген нәрсе бар. Бізді туған әйел ол біздің анамыз болып саналады. Мейлі ол ұрық басқа ұрық болса да, бірақ бізден ана жатыр көтергеннен кейін, ол әйел көтергеннен кейін, ол сол көтерілген туған әйел ол анасы болып саналады. Бұл енді шыны керек, бұл жерде көптеген мәселелер жатыр. Өйткені адам, әйел адам басында келісуі мүмкін. Мен баланы көтере, ақша үшін келіседі енді көп адамдар. Ақша қиналған кезде келіседі, келіскеннен кейін бала көтере бастаған кезде Алланың жаратқан бір сондай хикметімен, Алланың жаратқан ананың бойына бітірген мейірімділік, ананың бойына бітірген аналық қасиеттің оянғандықтан ол бала туғаннан кейін ол баласын бергісі келмейді ешқандай әйел бергісі келмейді. Жаңағыда ол көптеген мәселелер қазір неде қоғамда болып жатыр да, баласын көтеру барысында аналық мейірім оянады, туғаннан кейін жаңағыдай талас тартыс болып жатқан кездер болып жатады кей кезде. Бұл қарап отырсаңыздар шариғат бойынша ол рұқсат етілмейтін әрекеттердің бірі. Одан кейін не дейді? Рух беріледі, ва юъмару би арбаи калимат дейді. Және 4 нәрсеге әмір етіледі дейді. 4 нәрсе міндет болады дейді. 4 нәрсе міндет. Би катби ризқихи деген нәрсе, ол адамның ризығы бекітіледі дейді. Ол адамның ризығы бекітіледі дегеніміз, адам 90-ға келе ме, 100-ге келе ме, 20-ға келе ме, 30-ға келе ме, сол туғаннан бастап қайтыс болғанға шейінгі аралықтағы ризығы бекітіледі. Қазіргі кезде кейбір адамдар бар ғой, мысалы, енді ризығын бекітілгеннен кейін тағдыр мәселесіне тіреп қоятын адамдар бар да, тағдыр мәселесіне. Анау кімнің кезінде, Омардың кезінде мындай жағдай болғанда, Омардың кезінде бір адам ұрлық жасаған кезде неге ұрладың деп енді себебін сұрау керек қой. Кей кезде мүмкін аштықтан ұрлауы мүмкін. Егер адам аштықтан ұрлайтын болса, ондай кезде ол жаңағыдай ол қол кесілмейді негізінде. Сонда бір белгілі мөлшерден асатын болса, ешқандай аштық, мұқтаждық былайша айтқан кезде тіпті Омардың кезінде сондай бір уақыт болған, уақытша қолды кесу үкімі тоқтаған. Неге? Өйткені адамдар аштықтан кей кезде ұрлыққа барған кездер болған. Сонда сұраған кезде не деп айтқан? Енді тағдыр ғой деп айтқан да. Омарға айтқан. Омарға бұл тағдырдың жазуымен ұрладым деген да. Енді ұры болу маған жазған екен, сол ұрладым деген екен. Сол кезде Омар айтқан екен, мынаған 30 дүре соғыңдар және қолын кесіңдер деген екен де. Сол кезде сұрайды, неге 30 дүре деп сұрайды? Өйткені бұл тағдырға шек келтіріп жатыр. Былайша айтқанда тағдырға, енді адамның әрекеті бұл амалды да, әрекетті де жаратқан Алла. Жаманды да, жақсыны да жаратқан Алла. Бірақ таңдауды берген біздерге, Алла Тағала біздерге таңдау берді. Яғни сіздер ол егер адам боласа тағдыр жазылып қойып, сол тағдырмен ғана жүру керек, ол басқа былай оңды солды әрекет жоқ деп адам сондай ойлайтын болса, робот секілді былай алдыда мысалы бір дискті кіргізді, сол дискпен ғана жүремін деп айтатын болса, онда ол адам ол тағдыр дегеніміз Алла Тағала біздің не істеп не қоятынымызды Алла Тағала алдын ала біліп қойған негізінде. Біздің тағдырымыз Лаухул Махфуз деген кітапшада жазылып тұр. Біздің қалай өлетінімізді, қандай халде болатынымызды, қандай ризық, бай ма, кедей ма, қандай болатынымызды біздің Лаухул Махфуз жазылып қойған. Бірақ ол жазылып қойды деген сөз, ол тек одан шықпайды деген сөз емес. Яғни Алла Тағала біздің алдын ала не таңдайтынымызды, қандай әрекет жасайтынымызды, қандай таңдау қылатынымызды Алла Тағала алдын ала біліп қойған. Алла білуші де мысалы. Сол үшін ол жазылып қояды. Ал бірақ тағдырым өзгермейді деген сөз емес ол жерде. Ол жерде өзгеретін де тағдырлар бар. Бірақ ең негізгі тағдыр ол жазылып қойған. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін мен тағдырға жазғанын осы жаққа келіп тұрмын деген секілді ұры болдым екен, кісі өлтірдім екен деген нәрсе болмайды. Алла былайша айтқан кезде тағдыр жазылып қойған Алла, бірақ таңдауды берген сізге, біз таңдау өзімізде бар. Мысалы жаңа сіздер намаз оқыдыңыздар, үйге барайын ба әлде уағыз тыңдайын ба? Сізде екі таңдау болды. Үйге неге барса, общагаға баратын болсаңыздар, жатақханаға баратын болсаңыздар, телефон қарайын ба деп ойладыңыздар да, қойшы бір аз болсын бір хадис мүмкін бір пайда, бір сөз болсын бір пайда болып қалар дедіңіз да отыра кеттіңіз да, міне таңдау сізде болды. Біреу кетіп қалды, біреу қалды. Енді бір себеппен кетуі мүмкін мысалы. Енді ризық деген нәрсе, енді тағдыр деген мәселе, енді бұл жерде бұны әр адам, мындай арабта сөз бар, ликулли мақамин мақал деген сөз бар да, әрбір мақамның өзінің сөз мақалы бар дейді да. Оны бұл тағдыр мәселесін адамның қазбалап оны тереңінен кірудің ол жерде әр адам оған шамасы келетін адам бар, шамасы келмейтін адам бар. Сол үшін оны талқылаудың қажеті жоқ ол мәселелерді. Бір білетін нәрсе, адамда ықтияр бар. Бірақ мысалы мындай нәрсе бар да, сіздің ауырып қаласыз, бір сынақ болады. Енді ол Алладан болған сынақ.
Егер сіз шылым шегу арқылы өзіңіздің денсаулығыңызды өзіңіз құртсаңыз, ол сіз өзіңіздің әрекетіңізбен ол нәрсеге апардыңыз деген сөз. А егер сіздің ешқандай араласуыңызсыз, мысалы алдыда сізді біреу қағып кетті, немесе бір нәрседен құлап қалдыңыз, енді ол сіздің ықтиярыңыздағы нәрсе емес, яғни ол Алланың тағдырында болатын нәрсе. Сізге сынақ ретінде, сізге тазалану мақсатында сондай бір Алланың сынағы болады. Одан кейін екінші нәрсе уәжалихи деген нәрсе оның ажалы. Ажал деген нәрсе ол қай уақытта келеді, қашан келеді, ол бір Алланың құзырындағы нәрсе. Ол адам еш уақытта күтіп болмайды. Мен 80-ге, мен 90 келем деп еш уақытта айта алмаймыз. Ол әп-сәттақ келуі мүмкін. Айналадағы жағдайлар, айналадағы оқиғалар, оны қарап отырсаңыздар, ол дәлелдейді. Одан кейін нәрсе уа амалихи, және оның амал жазылады дейді. Амал дегеніміз уа шақиюн ам саидун, оның бақытты немесе бақытсыз болуы жазылады дейді. Яғни бақытты дегеніміз не? Құран кәрімде келгенде бақытты дегеніміз ол шынайы жаннат нәсіп болған адамдар, міне бақытты деген Құранда аят бар. Ал тозақта сондай бір күңіренгендер, тозақта қиналған адамдар, міне ол бақытсыз адамдар дейді. Бұл бақыт деген нәрсе осы. Және сонымен қатар ризық мәселесін қайтатын болсақ, ризық мәселесі ол мысалы адамның ризық, бұл жерде жалпы ризық айтып тұр. Ризық адамның мысалы ішіп жемі, бұл жерде харам нәрсе де кіруі мүмкін. Мысалы адамның ризығына харам ризықпен тамақтандыру мүмкін. Кейбір мысалы Муътазила ағымында мысалы ризық деген нәрсеге кірмейді. Егер харам дейтін болса, ризық деген ол ризық болып саналмайды дейді. Бірақ негізінде ризық жалпы ризық болып саналады. Бірақ адамның өзінің ықтиярына, өзінің жаңағыдай таңдауына байланысты ол ризығы халал болуы мүмкін, харам болуы мүмкін. Түсіндіңіздер ме? Одан кейін ризық, бұл жерде мағынауи ризық бар. Адамның мағынауи ризық деген нәрсе адамның білімді болуы, білімсіз болуы, адамның мысалы Құран жаттай білуі, Құран жаттай алмауы, мысалы ол да рухани ризықтар. Мысалы кейбір адамдар жап-жас болса да мешітке мысалы бәрін жыл намаз оқиды, мысалы Алла жолында жүрді, бірақ әлі күнге шейін Құран оқи алмай жүрген нелер бар, бауырларымыз бар. Яғни оған ол рухани ризық, Құран оқу мәртебесі оған әлі оған былайша айтқан кезде ол нәсіп болмай жүрді. Бірақ ол сіздің ықтиярыңыздағы нәрсе да, Құранды үйрену мысалы. Жаңағына бір видеоролик жіберіп жатыр. 90-дағы кемпірдің Құран оқып жатқаны бар. 90-дағы кемпір Құран оқып жатыр да. Қарап отырсаңыздар, қазір айтады ғой кейбір адамдар миым есте сақтау қабілеті нашарлау деген секілді. 90-дағы кемпір Құранды ашып оқып жатыр. 90-дағы кемпір ежіктеп оқып жатыр. Қарап отырсаңыздар, ол біздерге бір негізінде ұят нәрсе де ондай айтудың өзі. Фа уаллахи дейді, қараңыздар. Фа уаллахи аллази ла илаха гайрух дейді. Жалғыз Алладан басқа тәңір болмаған Алламен ант етейін дейді. Инна ахадакум, сендердің біреулерің дейді, ла я'малу би амали ахлил жанна дейді. Өмір бойы дейді, адам өмір бойы өмірінің соңына шейін жәннаттың амалын жасап жүру мүмкін дейді. Жәннаттың амалын жасап жүру мүмкін дегеніміз, өмір бойы намаз оқып, ораза ұстап, садақа беріп, сондай бір жылы адам болып жүру мүмкін дейді. بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. Яғни сондай өліммен осы өмірден кетудің арасы сондай бір жақын қалған уақыт, енді сондай бір өлімге жақын қалған уақытта дейді, сондай бір кезеңде дейді, я'малу ясбиқу алейхи китаб фая'малу би'амали ахлин нар дейді. Былайша айтқан кезде адам өмір бойы құлшылық жасап жүріп, өмірінің соңында сүрініп кетуі мүмкін дейді. Яғни бұл деген сөз адам, бұл хадистің мағынасы не? Бұл хадистің мағынасы адам мен намаз оқып жүрмау, мен жәннатқа кірмеген кезде кім кіреді ау деген секілді арқаны босатпау керек деген сөз. Біз кей кезде кейбір адамдар айтады ғой, енді жүрегім таза, намаз оқып жүрміз, Алла үшін намаз жәннатқа мен кірмегенде кім кіреді деп жаңағыдай шалқаятындар бар. Қажылығына барып келдік, оразасын ұстап жатырмыз, садақасын беріп жатырмыз. Енді бұл мәселе негізінде ол адам еш уақытта өзінің амалына тәуекел жасай алмайды. Ол Алланың мейірімі де бұл жерде. Біріншіден сізге намаз оқытырып қойған, сізге зекет бердіріп қойған. Сонда да мындай нәрсе бар. Адам өмір бойы мысалы құлшылық жасап жүріп, бірақ өмірінің соңында бір қателесіп кетуі мүмкін. Бір ширк амал жасап жүруі мүмкін да. Бұл дегеніміз адамның қандай жағдай болса да, адам соңына шейін құлшылығын жалғастыру деген сөз. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы жәннатқа кіретінін біле тұра аяғынан жаңағыдай аяғы тізесі талғанша намаз оқыған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мысалы сахабалар білесіздер, 10 сахаба тірі кезінде жәннатпен сүйіншіленіп қойды да, ол біледі де жәннатқа кіретінін. Тірі кезінде
саған жәннатқа кіресің деп айтып қойды. Мысалы бізге сен жәннатқа кіресің деп мысалы айтылса, біз болды уже, мен жәннатқа кіремін деп жаңағы қолды босатып қойшы, мен намаз оқимын деген секілді бәрін тастап қоямыз да жаңағыдай. Енді Алла сақтасын, мысалы жайтын, бұл жай мысал ғой. Мысалы ол пайғамбарымыз жәннатқа кіретінін біле тұра, жаңа айтылған сахабалар тірі кезінде жәннатпен сүйіншілене тұра, бірақ олар намазын тастап қойған жоқ, немесе жаңағыдай құлшылықтарын тастап қойған жоқ. Ол керісінше олар өмірден өтер кезде керісінше бүкіл мал дүниесін тастап кетті да, таратып кетті. Енді бұл дегеніміз не? Адам жаңағыдай бір алданбау керек, өзінің құлшылықтарымен, өзінің намазымен, өзінің жаттаған сүрелерімен алданбай болмайды. Одан екінші нәрсе фаядхулна тозаққа кіреді дейді жаңағыдай. Ва инна ахадукум, және тағы бір адамдар бар дейді, ла яъмалу би'амал ахлин нар дейді. Өмір бойы сондай тозақи амал жасап жүретін бір адам бар дейді. Өмір бойы тозақи амал жасап жүреді дейді. Хатта ма якуну байнаху ва байнаха илля зира. Зира деген нәрсе сондай мына білектің тұсындай қалған кезде дейді, фаясбиқу алейхи китаб фаямалу би'амали ахлил жанна фаядхулуха дейді. Сондай бір өлімнің жаңа өмір бойы қыдыратынын қыдырып, ішетін ішіп, жасайтын зинасын жасап, өмір бойы сондай бір адамдар бар дейді. Бірақ өмірінің алдында дейді, өлімнің алдында сондай бір амал жасап, жәннатқа кіріп кетуі мүмкін дейді. Қараңыздар, сондай адамдар бар. Енді бұл дегеніміз не? Бұл да бір қарап отырсаңыздар, бұл хадистің терең мағынасы бар да. Бұл хадистің қандай мағынасы бар? Кейбір адамдар айтады, дейді да, мен өмір бойы мен жасамаған күнәні ешкім жасамаған шығар дейді. Қанша күнә жасадым дейді. Мен былайша айтқан кезде мен Алла кешірмейтін шығар дейді. Алланың кешірмейтін күнәсі жоқ. Алла кешіреді, егер шынайы тәубе жасайтын болсақ, иншалла. Тәубенің білесіздер шарттарын. Шынайы тәубе жасайтын болсақ, Алланың кешірмейтін күнәсі жоқ, иншалла. Сол үшін бұл жерде анау үмітсіз тек шайтан да, үмітсіз шайтан. Бұл жерде адам қандай күнә жасаса да, егер шынайы үміт жасап, шынайы Алладан кешірім сұрап, тәубе қылатын болса, иншалла кешіру мүмкін. Түсіндіңіздер ме? Сол секілді бұның екінші бір мағынасы бар. Қандай мағынасы бар? Бұлай бір сырттай көзге қараған кезде ол бір салих амал жасап жүрген секілді көрінуі мүмкін. Намазға келіп жүреді, жаңағыдай зекетін беріп жатады, ораза ұстап жүреді, ораза кезінде. Бұлай бір көзге қараған кезде бір керемет мұсылман да, негізінде бір үлгі аларлық мұсылман. Бірақ үйіне барсаң, мысалы, намаз оқымайды, үйіне барсаң, үйі быт-шыт, әйелімен жаңағыдай мәмілесі жоқ, балалар тәрбиесіз деген секілді. Жай айтты, мұсылмандардың көңілінен нифақ дейді. Нифақ дегеніміз екі жүзді болып жүрген адамдар болуы мүмкін, мысалы. Тіпті мынау кімнің кезінде табиғиндардың бір нелер бар да, оқиғалар бар. Табиғиндардың кезінде айтады, сахабаларды көрдік дейді. Бірақ олардың ешқайсы мен пайғамбарымыздың сахабасы болдым деп былай мақтанбайтын дейді. Өйткені қорқатын дейді ол сөзін айтуға. Яғни оны бір екі жүзділік болып кете ме деп ол нәрседен қатты жасқанатын дейді. Яғни мен пайғамбарымыз қасында болдым ғой деген секілді. Сол үшін және екінші бір адамдар бар дейді. Бұл көзге қараған кезде мысалы бір адамдар бар, мешітке келмейді, жұмаға келеді мысалы. Жұмаға келеді де, ойлайсың, бұл адамдар үкім беріп қояды да, бұл кейбір сырттай, бұл қойшы дейді, намазға келмейді деген секілді. Бірақ қарап отырсаңыздар, ол мүмкін басқа мешітте оқып жүрген шығар, мүмкін істеп жүрген амал басқаша шығар. Бірде мұндай бір оқиға болған екен, негізі бұл кітапта да жазылады. Бірде бір адам бір әмірші болған дейді, бір әмірші, бір патша болған дейді. Сол патшаның бір түсіне бір түс келеді. Түсінде бір аян беріледі. Аян деген түсінде бір түс көреді, түсінде бір оған әмір етіледі. Сен сондай бәленшер деген жерге бар, сол жерде бір адам қайтыс болды, сол сен жерле деп әмір етіледі. Сол кезде барса шынымен анау адам далада өліп жатыр екен де, далада қайтыс болып қалған екен. Осын сұрайды, адамдардан сұрайды, бұл қандай адам дейді да, бұны неге көнбейсіңдер дейді. Бұл дейді, жаңағыдай арақ ішетін дейді. Арақ бүкіл біздің недегі дейді, дүкендердегі бүкіл арақты сол сатып алып кететін дейді. Бүкіл жаңағыдай соңынан дейді, осы қаламыздың бүкіл жезөкшелері соның соңында жүретін дейді. Адамдар жамандап жатыр да. Сосын мешіттің имамына барады. Неге мынау енді көнбедіңіз дейді да, бұл нені адам дейді. Бұл намаз оқымайтын адам еді дейді. Мүлдем мешітке келмейтін адам еді дейді. Содан кейін не істейді? Бұл үйіне барады. Жанұясына барады, солай естіртеді, солай адамның қайтыс болған. Сол кезде сұрайды, сондай бір хабар естіп жатырмыз,
ол мүлдем жаңағыдай не болған адам, зинақор болған адам екен, осыны арақты ішетін адам екен деп, бірақ мен түсіме сол адам кірді дейді. Сол кезде әйелі тұрып айтады, ол ана бүкіл күні бойы жұмыс істеп дейді, күні бойы жұмыс істеп, сол маңындағы бүкіл арақты сатып алып кетеді дейді. Не үшін сатып алып кетеді дейді? Басқа адамдар ішпесін деп сатып алып кетеді дейді. Сосын барып ана жезөкшелерді алып кетудегі себебі дейді, басқа аналар зина жасап қоймасын деп, әлгінің ақшасын төлеп үйге алып кетіп, кейбіреуіне насихат айтып, кейбіреуі жаңағыдай сол ісін тастап, тура жолға түсіп кетіп жатқандар болған дейді. Сосын ал мешітке неге бармайды деген кезде, ол басқа екінші аймақтағы мешітке баратын дейді. Өйткені ол аймақтағы мешіттің имамының даусын жақсы көретін дейді. Сол үшін ол жаяу сонда баратын еді дейді. Қараңыздар, бір көзге қараған кезде ол бір күнәһардың күнәһары болып тұр да жерде, зинақор деп адамдар айтып жатыр. Сол секілді арақ ішетін дейді, мешітке мүлдем бармайтын деп. А бірақ қарап отырсаңыздар, шынайы келбеті басқа екен да. Сол үшін біз бір адамға мысалы үкім бермес бұрын, бір адамға айтпас бұрын оны өте мұқият қарауымыз керек та, ол нәрсе шынайы не үшін істеп жүрген деген секілді. Сол үшін бұл хадистің біздерге берер ғибраты, бұл хадистің берер несі көп. Бұл жерде не нәрсе жайында айтылады? Бірінші, адамның ризығы, адамның жаңағы рухани ризығы бар. Сол секілді адамның ажалы кез келген уақытта келеді. Оның барлық тағдыр мәселесі бұл хадисте айтылады. Тағдыр мәселесі ол біздерге тағдырға кіріп, тағдырдың мәселесін талқылаудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Тағдырымыз бекітілген, Алла тарапынан бекітілген. Оның тағдырымыздың біздің не істеп, қандай халде өлетініміздің барлығы Алла Тағала өзінің білуші сипатымен біліп алған. Сол секілді бұл жерде тағы екі мәселе бар. Қандай мәселе бар? Адамды мысалы сырт көзге қарап, мынау адам тақуа екен, немесе мынау мен намаз оқып жүрмін ғой, мен осындай құлшылық жасап жүрмін ғой деп адамның арқасын кең ұстауға болмайды. Адам сәл өзін бос ұстауға болмайды. Әркез, яғни адам өмірінің соңында да шалыс басып кетуі мүмкін да. Сол үшін әркез адам өзіне мұқият болып жүру керек. Сол секілді еш уақытта Алланың үмітінен үзбеу керек. Құранда аят бар ғой, Алланың рахымынан үміттеріңді үзбеңдер дейді. Яғни бұл шынымен қарайтын болсақ, күнәһарлар үшін бір үміт те иншалла. Сол үшін иншалла ден қойып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын.